Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тілге тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Әркім өз байын жоқтайды дегендей, жалпы жұрт жабылып, жаңа ата заңды талқылап жатқан кезде, бұл неге аяқ астынан қандастар мәселесін айтып кетті деп сөге көрмеңіздер. Әрине, талқыланып жатқан ата заң туралы өз ұсыныс пікірімізді өтінішпен және де басқа әртүрлі тәсілдермен ойымызды айттық. Әрине, тыңдар құлақ болса, осы елдің азамат ретінде өз пікірімізді білдірдік. Дегенмен соңғы күндері болып жатқан тағы бір өзгеріс көңілімізді күптетті. Бұл нақтылап айтсақ, шетелден келетін қандастарға қойылған талап мәселесі болып отыр. Әрине, біз осыдан бұрын шетелде бейресми дерек бойынша 10 миллионға жуық, ресми дерек бойынша 5 миллионнан астам қандасымыз бар екенін, оларды елге шақырып, Қазақстанды қазаққа толтыру биліктің де, халықтың да қасиетті парыз екенін бірнеше мәрте қадап айтқан болатынбыз. Бұл жөнінде де президентіміз Тоқаев бірнеше мәрте нұсқау берді. Шетелдегі қандастардың басын ата жұртта қосу біздің қасиетті парызымыз. Бұл міндет тоқтамайды, жалғаса береді деді. Сондай-ақ отандастар форумына қатысып жатқан шетелдік делегаттарға үндеу жасаған кезде де әлемдегі бар қазақтың бір отаны бар, ол Қазақстан деп қадап тұрып айтқан болатын. Президент осы сөзінде шетелден оралған қандастарға әртүрлі жеңілдіктер жасалып, олардың азаматтық алу жолы жеңілдегенін өз аузымен айтқан еді. Бірақ соңғы кездері азаматтық алу ісі жеңілдегеннің орнына барған сайын ауырлап барады. Яғни президент шетелдегі қандастарды елге шақыру мәселесінде өте тамаша саясатты айтқанымен, нұсқау бергенімен, төменде атқарылуы ойдағыдай болмай отыр. Мәселен, соңғы 3 күннен бері шетелден келген қандастарымыз кейбір құжаттарының жоқтығына байланысты ықтияр хат ала алмай, қандастыққа тапсыра алмай, азаматтыққа өтініш бере алмай жатыр. Бұған басты себеп жақында ғана іске қосылған шетелдіктермен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру және қандас мәртебесін беру немесе ұзарту мемлекеттік көрсетілетін қызметтері бойынша пилоттық жобаны іске қосу және іске асыру туралы деген құжаттың рухына сай, қазір қандастардан әртүрлі құжаттар талап етіп жатыр. Ескерту 2026 жылдың 31 қаңтарына дейін қолданылады деп жазылған. Осы пилоттық жоба шетелден келетін қандастарға үлкен тосқауыл қойды. Әсіресе Қытайдан келетін қандастарға бұл пилоттық жоба сойыл болып тиді. Неге? Себебі кешеден бері осы Астананың өзінде халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, қандас мәртебесін алуға, ықтияр хат тапсыруға және азаматтық алуға өтініш берген қандастардан халыққа қызмет көрсету орталығы енді Қытайдан сотталмағандығы туралы қағазды апостилден өткізіп әкелуді және Қытайдан шығу парағы, яғни Қытайдағы Қытай азамат ретінде тұрып жатқан тіркеуінен шыққандығы жөніндегі парақты апостилден өткізіп әкелуді. Сондай-ақ Қытай тілімен айтқанда шэнфэнжэн, яғни азаматтық куәлік. Нақтылап айтатын болсақ, Қытайдағы қазақтардың жеке куәлігін апостилден өткізіп әкелуді талап етіп жатыр. Әрине, осыған дейін, яғни Қазақстан тәуелсіздік алған 40 жылға жуық уақытта Қазақстанға 1,5 миллионнан астам қандасымыз оралды. Олар елдің демографиялық өсіміне ғана емес, мәдениетіміздің, әдебиетіміздің, өнеріміздің және түрлі салалардың өркендеуіне өз үлесін қосып жатыр. Қытайда 2 миллионнан артық қазақ бар. Әрине, Қытай деректерінде бұл көрсеткіш 1,5 миллион деп көрсетіледі.
Қытай билігі 1,5 миллион деген бұл деректі тартып келе жатқанына 40 жылдан асты. Не өспейтін, не өшпейтін осы дерекке біз әлі сенудеміз. Ал шын мәнінде Қытайда қазақтың саны 2 миллионнан асатыны анық. Өйткені көп ел өзінде өмір сүріп жатқан диаспоралардың санын қалайда азайтып көрсететіні кім-кімге де түсінікті. Енді осы өткен 30 неше жылда Қытайдан да біраз қандасымыз оралды. Көші-қон мекемелерінің дерегіне сүйенсек, Қытайдан көшіп келген қазақтардың саны 300 мың төңірегінде көрінеді. Бірақ біздің есебімізше бұл сан 500 мыңнан жоғары. Өйткені келіп жатқан азаматтардың саны аз емес. Әрине, бұлардың дені туысшылау жолымен, оқуға келу жолымен келіп Қазақстанда қалып қалғандар. Арнайы көшпен келген, яғни Қытайдан бір жолата нопосын дейді, яғни тіркеуден шығып отырып көшіп келген қазақтардың саны өте аз. Неге? Себебі Қытайда бұл жолмен көшіп келу өте қиын. Ең әуелі Қытайда паспорт жасатудың өзі үлкен қиямет қайымға айналып отырған кезде Қытайдағы қазақтардың мен өзімнің ата жұртыма кетемін деп бір жолата құйысқанын көтеріп кетіп қалуы саяси тұрғыдан да мүмкін емес жағдай. Яғни ебін тапсаң, Қытайға пара берсең, тілін тапсаң жүзеге асатын әрекет. Қазір Қытай билігі осыны көлденең тартып, Қазақстанға қазақтардың көптеп кетуіне тосқауыл қойып отыр. Яғни туысшылау жолымен немесе оқуға бару жолымен келіп Қазақстан азаматтығын алғандарды біз мойындамаймыз. Егер Қытайдағы қазақтар көшеміз десе, көші-қонмен келсін, оларға біз ешқандай тосқауыл қойып отырған жоқпыз деген талапты айтып, біздің биліктен осы заңды күшіне енгізуді талап етті деген сыбыс осыдан бұрында айтылған. Енді міне көрші елдің күңкілі біздің заңнан көрініс тапқандай. Яғни орындалмайтын қиын талаптар Қытайдан келетін қандастарымыздың алдына үлкен тосқауыл болып қойылды. Неге? Қылмыссыз деген қағазды кез келген мекеме оңайлықпен сұрап барған қазаққа бере қоймайды. Оның үстіне Қытайдан шетелге қылмысты адамдар мүлде шыға алмайды. Сотталған, қылмыс өткізген адамдардың паспорт жасатуының өзі үлкен әңгіме. Демек, бұл талапты енгізудің өзі Қытай қазақтарын келем деген қандастарды кеудесінен итерумен бірдей жұмыс. Ал енді тіркеу парағынан, яғни нопосын өшіріп келу деген әңгімеге келсек, ең алдымен Қытай тарапы жергілікті орындар, әрбір аудан, әрбір қала, әрбір облыс бұны әртүрлі бұлтаққа салады. Сен қайда барасың? Көшіп барған жеріңде қаңғырып қалып, ертең қайта келсең, қайта біздің басымызды ауыртасың. Сондықтан сен баратын жеріңнен, қабылдайтын еліңнен, мен міне осы азаматты қабылдаймын дейтін қағаз әкел деген сияқты түрлі шарттарды қоятыны анық. Сондай-ақ, егер мен көшем десе, неге көшіп барасың, қандай мақсатта көшіп барасың, о жаққа көшіп барудағы мақсат не, сендерге қандай жақсылық жасап жатыр деген саяси қыспақта күшейетіні белгілі. Демек, осындай жағдай астында біздің қазіргі көші-қон саясатының қырық құбылып, жоғарыдағыдай талаптарды қатаңдата түсуі Қытай қазақтарына үлкен қысым болып тұр. Онсыз да Қытай билігі азшылық ұлттарға әртүрлі жолмен қысым жасап, мектептерін жауып, діни сеніміне тосқауыл қойып, өзінің ұлттық мүддесін, ұлттық құндылығын қорғаған азаматтарды әртүрлі сырылтаулармен түрмеге тоғытып жатқан сәтте, бір қазақ болса да ебін тауып келе берсін дегеннің орнына жоғарыдағыдай тосқауылдарды қою, бұл ұлы көшке жасалған қиянат деп білеміз. Шынын айтайық, соңғы кездегі Қытай қысымының күшеюіне байланысты Қытайдан келетін көш қайта қарқын алған еді. Қатары да көбейе түскен Қытайдан келетін азаматтардың. Енді міне жоғарыдағы құжаттарды дайындау оларға мүмкін емес. Өйткені көптеген азаматтар мен Қазақстандағы туысыма барып келем, әке шешеме барып келем деген желеумен келіп, оның өзінде
Қырық есікті ашып, есігі еменнен жасылған талай шендінің алдына жалынып, жалпайып жүріп, қауіпсіздік комитеті бастаған қыруар мекеменің рұқсатын, печет қойылған қағазын алып отырып, әзер келетін. Және бір қанша адамды мынау қайтып келеді, бұл келмесе мен кепілдік етемін деген сияқты әртүрлі шарттарды орындап отырып келіп жатыр. Соған қарамастан әртүрлі тәсілмен келіп Қазақстан азаматтығын алып жатқан еді. Енді осының да жолы кесілді. Қазір Қытайда қызмет істеп жатқан қызметкерлерге, партия мүшелеріне және басқа құзырлы орындарда істеп жатқан азаматтарға паспорт бітірмейді, олар келе алмайды. Ал келіп жатқандар негізінен оқуға келетін азаматтар, зейнетке шыққан кісілер және егінші малшылар болатын. Ал енді оларға жоғарыдағыдай талап қою бұл саясатты Қытаймен бірлесе отырып қиындатудан басқа ештеңе емес. Жалпы осы көші-қон саясаты не үшін қырық құбылады деген мәселеге келгенде біздің миымыз жетпейді. Сонда көшіп келген қазақ қаншалықты Қазақстанға келгеннен кейін бірдеңені бүлдіріп шағып қиратып кетті, елдің қауіпсіздігіне қаншалық қатер төндіріп жатыр, осы мәселе бізге түсініксіз. Әрине, адам болғаннан соң ішінде аласы да қоласы да бар шығар. Ондайлар болса ашық соттап, ашық жарияласын. Халық болып бетіне түкірейік, қарасекке теріс мінгізейік, қалғандарға сабақ болсын дейік. Бірақ ештеңені ашып айтпай, сүзбе буаздатып, еліміздің қауіпсіздігі үшін, еліміздің тұтастығы үшін, еліміздің амандығы үшін деген сөздермен көп нәрсені бүркемелей беру көңілге күдік ұялатады. Тағы бір айта кететін қызық жаңалық. Тіпті бұны естігенде біз күлерімізді де, жыларымызды білмей қалдық. Кеше Қытайдан келген бір қанша қандасымыз қандас куәлігін алу үшін сонға барған екен, бейбітшілік 9-ға барыңыздар депті. Сол жерге барса, ең алдымен ЕГОП арқылы ЕСП күлішін алып, ЕСП күліші арқылы қазақ тілінен емтихан тапсырасыздар деген талап қойыпты. Бұл қайдан шыққан заң? Әрине, шетелден келіп Қазақстан азаматтығын аламыз дегендерден қазақ тілінен емтихан аламыз деген саясат дұрыс, оны біз қолдаймыз. Бірақ осыған дейін премьер-министрдің өзі де бұл этникалық қазақтарға қаратылмайды деп қадап тұрып айтқан жоқ па? Енді неге қазақтарға да бұл өлшемді кіргізіп жатырмыз? Ең әуелі бір нәрсені кесіп айтып алайықшы. Осы Қазақстанның жалпы қазақшаны қатырып жүрме? Билікте отырғандардың бәрі 100% қазақ тілінде сөйлеп жүрме? Өздері қазақ тілін білмейтін жеті басатыны аздай, енді шетелден келетін қазақтан қазақ тілін талап етуі қаншалық орынды? Қаншалық логикаға сияды, қаншалық қисынға сияды? Егер жарайды, мемлекет бойынша қазақ тілін күшейту қолға алынып, билікке келу үшін және барлық жерде қызметке тұру үшін қазақ тілінен емтихан алынып, барлық халыққа сондай талап қойылып жатса, біздің ешқандай қарсылығымыз жоқ еді. Керісінше қолдайтын едік. Бірақ дәл қазіргі кезде шетелден келген қазақтың бәрінің алдына қазақ тілінен емтихан тапсыруды қою, біз онысыз да көбеймей жатқан қазағымызға кедергі жасаудан басқа ештеңе емес. Әрине, 2015 жылдан бұрын Қытайдан келген қазақтардан қазақ тілінен емтихан аламыз десе, оған ешкім қарсы болмайтында еді. Бәрі қазақ тілін біледі, қазақ тілінде сөйлейді. Бірақ бір мәселе бар. Қытайдағы қазақтар марқұм Ахмет Байтұрсынұлы салып кеткен сара жол төте жазумен жазып сызып келдік осы күнге дейін. Қазіргі Қазақстан мемлекеті қолданып отырған кириллицаны Қытайдағы кез келген қазақтың жазып кете алуы екіталай. Оқыған, тоқығандардың өзі қазірге дейін қателіксіз жазбайды деп кесіп айта алмаймыз. Яғни жазу, сызу жағынан бәрі де сүрінеді. Оның үстіне 30-40 жыл бойы қолданып келген өзінің жазуынан бір күнде мына жазуға көше салуда оңай емес еді. Ал 2015 жылдан кейін Қытайдағы қазақ тілді мектептер жабылды. Қазақ тілінде оқыту тоқтатылды. Жаппай қытайландыру саясаты жүріп жатыр. Қазір балалардың дені қытайша сөйлеп жүр. Қазақшаның өзін әрең, әзер сөйлейтін деңгейде. Керек десеңіз, түрі де қытайларға ұқсап барады. Қытайдың әртүрлі мінезін қабылдап, Қытай сияқты менталитетті қалыптастырып үлгірді.
Міне осыдан шошыған ата-аналар ебін тауып, жалғыз ұлын, жалғыз қызын немесе екі баласын сүйреп, ата жұртқа барып, аман қалайықшы, қанымызды сақтайықшы деп Қазақстанға қоныс аударып жатқан кезде енді алдынан емтихан деген кедергі шығып тұр. Жоғарыдағы құжаттың кедергісі өз алдына, енді оған емтихан қосылды. Кешіріңіз, қазіргі қазақшаны әрең сөйлеп жүрген шетелден келген қазақтардың балалары мына емтиханнан өте алмайды. Сонда олар не істейді? Ол аздай емтихан тапсырады және әңгімелесу бар дейді. Әңгімелесетін жауабының ішін қарасам, туысың сотталған ба деген сияқты әртүрлі сұраулар жүр. Сонда біз Қазақстанға алдымен келген қазақтар, немесе Қазақстанда туып өскен қазақтар, өзінің тарихи отанына оралып жатқан қазақтарды бұлай тергеп, тексеріп отырып, отанына, бабасының басы қалған жерге келем деген қазақты бұлай әртүрлі қысыммен қабылдайтындай қазақты екіге жарып, айдың күннің аманында басымызға не күн туды? Саннан сапа туады. Бір қой егіз туса, бір шөптің басы айыр шығады. Қытайдан, шетелден және басқа елден келіп жатқан қазақтың бәрі Қазақстаннан бірдеңе дәметіп келіп жатқан жоқ. Қазақстанға беретін, қосатын үлесі де бар. Бірақ соны ескермей, қазір шетелден келген ағайынды адам бармай жатқан солтүстік облыстарға қарай бейімдеу саясаты күшпен жүріліп жатыр. Әрине солтүстікті қазаққа толтыру, ол жақтың ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ету саясатына қарсы емеспіз. Өте дұрыс. Бірақ саясат дұрыс атқарылмай жатыр. Қытайдан келген, Монғолиядан келген, және басқа елдерден келген орыс тілін білмейтін қазақты қойып, осы Қазақстанда тарихи туып өскен, барлық жағдайды түсініп тұрған ағайындардың өзі сол солтүстік облыстарға барып үйрене салмай жатқан жоқ па? Оның сыртында орыстың тілін, әуелі орыстың түрін көрмеген шетелден келген қазақтарды аспаннан түскендей сол өңірге апарып бірден қоныстандырып жіберу, бұл тіке қиыншылыққа итеру. Біздің жаңадан жасалып жатқан ата заңымызда да адамдық құқық мәселесі басты орында тұр. Бірақ мына заңда шетелден келген қазақтардың құқығы мүлде ескеріліп жатқан жоқ. Сонда бұл теріс киген аяқ киімде екеуі екі жаққа қарап тұр деген ой келмей ме біздің заң жасап отырған ағаларымыздың, әпеке, апайларымыздың ойына? Демек, бұл мәселені де қарау керек. Қазір көшіп келіп жатқан ағайындардың бәрі мемлекеттен жәрдемақы, куәта дәметіп отырған жоқ. Егер көшіп келген ағайындар, жақсы, мен мемлекеттен куәта алмаймын, қаржылай көмек алмаймын, азаматтыққа қабылдасам болды, өз күнімді өзім көрем деген азаматтарға Қазақстанның кез келген жерінде тұруға рұқсат ету керек. Жоқ, мен куәта алам, мемлекеттің жәрдемақысына сүйенем дегендерге жақсы, онда солтүстік облыстарға барасың деп мемлекеттің мәжбүрлі бұйрығын атқарса, оған да қарсы емеспіз. Тағы бір айта кететін жаңалық, ықтияр хат алу үшін өзіңнің тұрғылықты еліңнен мынау ықтияр хат алуына болады деген анықтама қағазды апостилдан өткізіп алып кел деген талап айтып жатыр екен кешеден бері. Қытайда Қазақстанның ықтияр хатын алғандығы үшін істі болған қазақ қаншама? Енді олар мен Қазақстаннан барып ықтияр хат алатын едім деп ешбір мекемеге барып маған анықтама бер деп мүлде айта алмайды ғой. Яғни орындалмайтын талапты қойып отырғанын біздің заң жасаушыларымыз неге түсінбейді? Кешеден бері біз осы мәселені айтып шырылдап жатырмыз. Әрине біз бұл мәселені заңды жолмен депутаттарға, ішкі істер министріне, үкімет басшысына, керек болса президент Тоқаевқа дейін хат арқылы жазып жеткізетін боламыз. Өйткені ел аман, жұрт тынышта, Қазақстанымыз өркендеп өсіп келе жатқанда, қазіргідей геосаяси жағдайда дұрыс бағытта саясат ұстанып отырған кезеңде біз шетелдегі қазақтарымыздан айдың күннің аманында тірідей айырылып қалмауымыз керек. Егер жоғарыдағы саясат шынымен бүге шегесіне қалдырмай атқарылатын болса, онда басқа елді қой білмеймін, дәл Қытайдағы 2 миллион қазақтан тірідей айырыламыз. Өйткені көші-қон шақыртуымен Қытайдан қазақтар жаппай көшіп келеді дегенге мен өз басым сенбеймін. Өйткені Қытайдағы жағдайды біз әбден білеміз, әбден түсінеміз.
Жарайды деп осы саясатқа келіскен күннің өзінде екі елдің билігі, Қытай оған жергілікті орындар әртүрлі тәсілмен тосқауыл қояды. Енді бір жағынан сол елде тұрып жатқан азаматтар сол елде қаншама жыл тер төкті, еңбек етті. Олардың сол елден де алатын үлесі бар. Бірақ олар Қазақстанға көшкенде сол үлесін Қытай беріп отырған жоқ. Есесіне бәрін сыпырып алып қалып жатыр. Біздің ағайындар сол жерде пәлен жылдан бері иемденіп келген жерлерін, жайылымдарын, егістіктерін тек арзан бағада басқаларға сатып немесе көтереге беріп, яғни майға беріп кетіп жатыр. Қазір Қытай билігі осы ақшаға да іштарлық жасап отыр. Енді осы талапты Қазақстан билігіне екінші тәсіл арқылы, мына қазақтар көші-қонмен көшсе, біз жол береміз деген тәсілді сылтау етіп отыр. Бұны Қазақстан билігі қолдап отыр. Яғни Қытайдан келетін қазақ Қытай жақтан азырақ ақша алып келетін мүмкіндігіне де біздің билік Қытай билігімен сәйкесе отырып тосқауыл қойғандай әсер қалдырады адам. Бәрін апостилден өткізіп әкел деген талап айтылып жатыр. Халықаралық заң бойынша дұрыс шығар. Бұрын неке куәлігін және баласының туу куәлігін апостилден өткізіп әкеледі, және жұмыс өтелін апостилден өткізіп әкеледі. Қытайда апостилдан өткізу әр жерде әртүрлі бағада, бірақ ең төменгі баға 1000 юанда 1500 юан шамасында. Яғни бір апостилді жасатуға 100 000 теңге ақша кетеді. Енді есептеңіз, бір үйде 4 жан болса, 2 баласы, әйелі және өзі болса, туу туралы куәлігін апостилдан өткізсе, азаматтық куәлігін апостилдан өткізсе, неке куәлігін апостилдан өткізсе, сотталмағанын апостилдан өткізсе, тіркеуден шығу парағын апостилдан өткізсе, қызмет өтелін апостилдан өткізсе, кемінде 6 құжат, 7 құжатты апостилдан өткізсе, біріне 100 000-дан есептесеңіз 700 000 теңге ақша кетеді. О жақтағы аудармасымен қоса есептегенде. Бұл жаққа келгеннен кейін оны қайта аударуға мәжбүр. Жаңа қайта аударып, оны нотариустан өткізуге мәжбүрміз. Сонда бір отбасының шығыны 1 миллион теңгенен асып кетіп жатыр. Денсаулық тексертуі бар, құжаттану қаражаттары бар. Бұның ішінде ары-бері шақпылаған жол кіресі жоқ. Сонда біз шетелден келіп жатқан ағайынға қаншалықты тиімділік жасап отырмыз. Сондықтан жоғарыдағы пилоттық жобаға біз тіс тырнағымен қарсымыз. Бұл жобаны қайтадан қарау керек. Президенттің тапсырмасы бойынша шетелден келетін ағайындарға барлық мүмкіндікті жасауымыз керек. Ары кетсе 10 жыл, шетелдегі қазақты 10 жыл ішінде Қазақстанға шақырсақ шақырып алдық. 10 жылдан кейін астыңа ат, үстіңе шапан кигіземіз, қыруар ақша береміз десеңіз де келмейтін деңгейге жетеді. Осы қазірдің өзінде олардың беті ары қарап барады. Енді келеміз ба, келмейміз ба деп екі ойлы болып отырған қазаққа жоғарыдағыдай күрделі тосқауылдарды көбейте беру көшке тосқауыл болатынын барлық ағайындар, жалпы қазақ халқы түсінуі керек. Бұл жай ғана көші-қонның мәселесі емес. Бұл қазақтың тағдыры. Шекараның ар жағындағы қазақтың бәрі сонау ел басына күн туғанда қашып кеткен деген чолақ идеяны, негізсіз идеяны, надан идеяны тоқтату керек. Өйткені қазақтың шекарасы бұрын ешқашан қазіргі Қазақстанның шекара сызығымен өлшенбеген. Қазіргі шетелдегі көршілес елдерде жасап отырған халықтың бәрі өзінің ата-бабасы күл төккен тарихи жұртында отыр. Енді оларды қашып кеткен қашқынның ұрпағы деп бүгін алымсынбау тарихқа жасалған қиянат. Сондықтан бар қазақтың бас қосатын жері ата жұртымыз Қазақстан. Қазақстан қашанда аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, берекеміз бекем болсын. Біз ешқашан осыдан бір жік шығарып, пиар қуып, өзімізді көрсетейік деп отырған жоқпыз. Елге ел қосылса құт деп атан қазақ айтып кеткен. Анау шетелдегі алған қандасымыздың көзін мөлдіретіп, басқа ұлтқа сіңіп кетуіне қарап отырып жол бермейік ағайын. Оразаларыңыз қабыл болсын, барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, саулық тілеймін.